Америкада медициналық қызмет алу өте қымбат. Соған байланысты ешкім ауруханаға бармайды, ауырып жүре береді, және де ешкім бала босанбайды дейді. Жоқ, жоқ, жоқ. Оған өз басым келіспеймін. Бірақ та Америкада медициналық қызмет алу өте қымбат, ол рас. Дегенмен де ол қызметтің түрі сіздің отбасылық жағдайыңызға, сіздің жеке өміріңізге тікелей байланысты. Бұнда белгіленген тариф деген жоқ. Әр адамның өмір сүру салтына, табысына әр іс жеке қарастырылады. Егер де сіздің әйеліңіз босанатын болса, ол сіздің табысыңызға, сіздің страховкаңызға тікелей байланысты, және де қаншама қаражат төлейтініңіз де белгілі болады. Дегенмен де Америка мүмкіндіктің елі деп бекер айтпайды ғой. Қаншама бұнда біз білетін мүмкіндіктер бар, қаншама біз білмейтін мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктің барлығын іздеп тауып қолдана алсаңыз, сіздің әйеліңіз босанған